отырғанды жақсы көремін. Ел аралап дегендей. Бір түні жолда өз автокөлігіммен келе жатып менің ұйқым келіп кетті. Алыс маңда айдалада тұрған үйді көріппін. Және сол үйге баруға жөнелдім. Үйдің қасына келіп терезесін түрттім. Үйде адам жоқ сияқты көрінді. Есікті ашып үйге кірдім. Үйдің іші жып-жылы және тап-таза. Апай ағай, кім бар деп дауыс бердім, бірақ ешкім маған сөз қайтарған жоқ. Бұлай қарағанда үйдің өзі 2 бөлмелі екен. Бірінші бөлменің есігін ашуға жөнелдім. Бөлменің ішінде таза төсек жерде жайылып тұр екен. Келесі бөлмеге кірдім. Бұл ас бөлмесі екен. Мұнда ас ішетін столдан басқа ештеңе жоқ. Бұған енді мен таң қалдым. Осы түнді мен осы үйде түнеп шығамын деп шештім. Түнде біреу менің қасыма келіп маңдайымнан шертіп оятып жіберді еді. Үйде жарық болмағандықтан мен оның түрін көре алмадым. Телефонымның фонарикін қосып қарасам, алдымда ақсақал тұр екен. Ассаламағалейкум ата кешіріңіз, мен бұл сіздің үйіңіз екенін білмедім дедім. Ақсақал менің бетіме күле қарап, кешірім сұрамай қойсан да болады. Өйткені бұл үй менің де үйім емес депті. Мен саған ескерту үшін келдім. Бұл үйдің қожайыны шайтан. Мен сенің түнгі сағат 3-ке дейін кетіп қалғаныңды қалаймын. Өйткені 3-тен кейін мұнда шайтан өз иттерімен көңіл көтеруге келеді. Ата, қайдағы шайтан? Мен ондайға сенбеймін. Менің мақсатым тек саған ескерту. Бұл үй сағат 3-тен кейін қалай өзгеретінін өзің көресің. Сау бол деп үйден шығып кетті. Мен бірден сағатқа қарадым. Сағат 1:25 кеткен. Бұл ата қайдан келді екен? Жақын маңда ешқандай ауыл жоқ. Бұдан кейін маған ұйқы келген емес. Түні бойы сол ата есімнен шықпады. Бір мезетте есік өзімен өзі тарс етіп ашылып кетті. Ас ішетін бөлмеде бір қорқынышты дауыстар естіле бастады. Бұны естіп менің жүрегім ұшып кетті. Есігіме тақалып қатты итеріп тұрдым. Біреу есікті бірнеше рет тоқтамай түрте бастады. Аш есікті, аш есікті, мен білем сен сондасың. Аш, мен саған кәмпит беремін. Бұл дауысты естіп бисмиллахи-рахмани-рахим дедім. Есік түртілу тоқтады. Үйдің іші тыныштанып қалды. Осы уақытты қолданып терезе арқылы далаға шығып кеттім. Автокөлігімді отырдым. Бұл қарғыс атқан жерден зыттым. Осылай жігіттер, егер сіз айдалада бос, иесі жоқ үйді көрсеңіз, бұл жерге жоламауыңыз дұрыс болады. Егер тағы да осындай бейнероликтер шықсын десең, менің арнама тіркел, және осы бейнероликке лайк басуыңды сұраймын. Қош бол. Қайырлы түн.